Арыстанбаб кесенесі көне отырар жеріндегі сәулет өнер ескерткіші. Бұл кесене 11 ғасырда өмір сүрген діни көріпкел Арыстанбаб мазарының үстіне салынған. Кесененің бірінші құрылысы 14-15 ғасырларға жатады. Сол құрылыстан кесілген айбан тізбектері қалған. 1971 жылы жоғары деңгейдегі грунт сулары салдарынан мешіт құлатылып, қайта орнатылды. Содан бері алғашқы салынған ой өрнектері сақталынған. Қазіргі кезде Арыстанбаб мазары үстінде 30-13 метр аумағы бар кесене тұр. Кесене дәлізхана, мешіт, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Кешеннің ең көне бөлігі қабірхана болу тиіс. Қазірде оның едені басқа бөлмелермен салыстырғанда едәуір биік. Тарихи деректер бойынша 12-18 ғасырларда кесене бірнеше рет қайта салынып, қайта жаңартылған. Қазіргі кезде бұл кесене орталық Азиядағы қажылық міндетті өтейтін мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады. Арыстанбаб кесенесі мемлекеттік қорғауға алынған.